Әкетай, қараш, мен көбелек салдым. Айналайын қызым, бара қойшы. Анаңа көрсетші бар. Мен қолым тимей жатыр, көріп тұрсың ғой. Бара қой. Так. Бара қойшы қызым. Қызым, келе ғой. Әкеңнің қолы тимей жатыр ғой жұмыстан. Қане көрсетші маған. Қане көрсетші маған. Жоқ, мен әкеме көрсетем. Әкесі көре салшы енді. Қызыңның көбелегін қараш, қандай әдемі қып салған қанаттарын. Ай, айналайын, ерікпеңдерші. Мен не ойнап отырмын ба? Ертең басшылықтың алдында есеп беруім керек. Түсінесіңдер ме есеп деген нәрсені? Хей, көбелек дейді ғой маған. Қызым ренжіме жарай ма? Әкеңнің қолы қосағанда көре жарай ма? Бір сәт басынан сипап қойсаң нең кетеді? Таң ертеңнен кешке дейін терезеден телміреніп сені күтеді жүреді. Әкем қашан келеді? Келді ме деп. Өткен жексенбіде хайуанаттар бағына апарам дедік де, сол күйі жоқ болып кеттім. Сен не айтып отырсың өзің? Қайдағы хайуанаттар бағы? Астанадан делегация келе жатыр. Тексеру келіп жатыр үстімізге. Өзіміз хайуанат болып кеткен жоқпыз ба осы күнде? Ас үстіне түсеміз деп, маймыл болып. Ерікпей отырыңдаршы. Маған салса отырмайын ба үйде? Аяғымды аспанға көтеріп қойып, теледидар көріп. Енді қызың оны түсінбейді ғой. Түсінбесе түсіндір. Сен соның анасысың. Айт, әкеңнің қол тимейді, біз үшін жұмыс істеп жатыр де. Алғы істесін. Жұмыс. Қол тимейді. Ана балаң 8-ді бітіріп жатыр. Онымен шаруаң да жоқ. Өткенде айтады. Әкем 3-ші класста балыққа апарам деген. 5 жыл күттім. Енді міне қармақ сатып алдым, өзім барам дейді. Мінезді нашарлап кетті. Мұндайда оған әкенің тәрбиесі қажет қой. Мінезі нашарлайтында не болып сонша оған? Ешеңе жоқ, бәрі жақсы. Қойшы сен де. Қане қызым? Әлгі суретіңді көрсете қойшы, қане? Суретіңнің әдемісін ай. Мұна суретті өзің салдың ба? Иә. Керемет, қараш, қанаттар қандай әдемі. Келші екеуміз бірге тамашалайық. Қараш, қандай әдемі сурет, ә? Керемет. Қызым, айналайын. Әкең ренжімес жарай ма? Көріп отырсың ғой жаңа. Жұмыстан қолым босамай жатты. Ренжімейсің ғой, Ай, бәрекелді. Әке, Ау? сіз осыншама жұмыс істегенге күніне қанша ақша табасыз? Оның нешін сұрадың, қызым? Енді айтыңызшы, әке. Енді 4,5-5 мың теңгедей табам. Ал бір сағатта ше? Бір сағатта? Күніне 10 сағат жұмыс істеген болсам, 5 теңгені табармын. Оны неге сұрадың, қызым? Мен қазір, әке. Қайда кеттің? Әке, мынау менің жиып жүрген тиындарым. Келіңіз бірге санайық, қанша болғанын көрейік. Саған. Қане санайық, Әрілені сен сана, майдалар мен санайын. 50. Міне 100 теңге, әке. 200 теңге. Міне 300 теңге. 400, 450, 480, 500, 520. Бәрекелді. Қызым, біраз дүние жинап қойыпсың ғой, Бәрекелді. Енді біраз жинасаң тағы да өзіңе керек затын қаласың. Міне ала қой.
Мәке, бұл сізге. Маған? Не үшін қызым ау? Жаңа ғана айттыңыз. 1 сағатта 5 теңге табам деп. Иә. Сіздің өмір жұмыстан қолыңыз тимейді ғой. Мен сізді сондай қатты жақсы көремін, Мәке. Мен де сені жақсы көрем қызым ау. Мына теңгелердің барлығын алыңыз да 1 сағат менің жанымда болыңызшы, өтінемін. О не деген қызым ау? Мен өмір бойы сенің жаныңда болам. Мен сені жақсы көрем қызым. Мен де сізді қатты